Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 31-ші сабақ. Тақырыбымыз есептерді шығаруда жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану. Сабақ бастамас бұрын каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Бірінші есеп. Ортақ элементтері бар жиындарды ата. Бізде А, В және С, Д жиындары берілген. Осы жиындардың ортақ элементтерін атауымыз керек. Біріншісі, А және В жиындарына ортақ элемент. А жиынына қарайық, 1, 2, 3, 4 саны берілген, В жиынында 3, 4, 5 саны берілген. Яғни екеуіне ортақ ол 3 пен 4 саны. Осы сандар ортақ элементі болып табылады. Екіншісі, В мен С жиындарына ортақ элементтерді табуымыз керек. В жиында 3, 4, 5 саны бар, С жиында 4, 7, 8 саны бар. Яғни екеуіне де ортақ сан ол бізде 4. 4 саны осы екі жиынның ортақ элементі болып тұр. Үшіншісі, А мен С жиындарына ортақ элементтерді табуымыз керек. А жиынында 1, 2, 3, 4 саны бар. Ал С жиында 4, 7, 8 саны бар. Яғни екеуіне де ортақ ол 4 саны болып тұр. Осы А, С жиындарына ортақ осы 4 саны осы ортақ элементі болып тұр. Ал Д жиынында ортақ элементі жоқ. А, В, С жиындарына ортақ элементі жоқ. Өйткені 9, 10, 11 ешқандай басқа жиындарда жоқ. Сондықтан олар жаңағы ортақ элементі жоқ болады. Екіншісі, яғни екінші есепті бастамас бұрын мына ережеге көңіл бөлейік. Жиындардың қиылысуы жиындардың ретіне тәуелді емес. Яғни мына жиындарға қарайық. Жиындардың қиылысуын ауыстырымдылық қасиеті, жиындардың қиылысуын терімділік қасиеті. Осылай жаңағы жазады екенбіз. Енді қарайық. Екінші есептің біріншісі. Диаграмманың көмегімен А және В жиындарының қиылысуын бейнеле. Бізде А және В жиындарының қиылысуын жазуымыз керек. А жиында 1, 2, 3, 4 саны, В жиында 3, 4, 5 саны. Яғни А жиында 1, 2, 3, 4 саны, В жиында 3, 4, 5 саны. Екеуіне ортақ қиылысатын элемент ол 3, 4 саны болып тұр. Екіншісі, В және А жиындарының қиылысуы. Яғни В жиынында бізде 3, 4, 5 саны, А жиында 1, 2, 3, 4 саны. Бұл жерде ауыстырымдылық қасиеті бейнеленген, жиындардың ауыстырымдылық қасиеті бейнеленген. Бұл жерде де 3, 4 саны ортақ элемент. Қиылысады. Осы 3, 4 санында А мен В жиыны қиылысады. Үшіншісі, А, В және С жиындарының қиылысуы. Бұл жерде терімділік қасиеті, жиындардың терімділік қасиеті бейнеленген. А жиында 1, 2, 3, 4 саны. Міне, В жиында 3, 4, 5 саны, С жиында 4, 8, 7 саны. Яғни осы 3 жиынның қиылысуы 3, 4 жаңағы сандардың, яғни элементтерінің арқасында осылар 3 жиын қиылысады екен. Үшінші есеп. Диаграмманың көмегімен А және В жиындарының бірігуін бейнеле дейді. Біріншісі, бұл жерде бізде бірігуін бейнелейміз. Дәл екінші есеп сияқты бірігуін бейнелейміз. А жиында 1, 2, 3, 4 саны, В жиында 3, 4, 5 саны. Яғни екеуіне де ортақ 3, 4. Жиындар бұл жерде бірігеді. А, В жиыны 1, 2, 3, 4, 5. Осылай жазады екенбіз бірігуін. Екіншісі, А, В және А жиындарының бірігуі. Бұл жерде де жаңағы жиындардың ауыстырымдылық қасиетін пайдаланамыз. В жиында 3, 4, 5 саны, А жиында 1, 2, 3, 4 саны. Яғни екеуіне де жаңағы ортақ 3, 4 элемент. В мен А жиыны бірігеді, оның элементтері 5, 4, 3, 2, 1. Қарап тұрсаңыздар, бірінші есеп пен екінші есепте ауыстырымдылық қасиетін, жиындардың ауыстырымдылық қасиетін жаңағы пайдаланып тұрмыз,
Үшінші есеп бұл терімділік қасиеті жиынның. Диаграмманың көмегімен А, В және С жиындарының бірігуін бейнеле дейді. Терімділік қасиетпен бейнелейміз. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, міне 3 жиын берілген А, В, С жиыны. А жиында 1, 2, 3, 4 сандары. В жиында 3, 4, 5 сандары. С жиында 4, 7, 8 сандары. Яғни 3 жиынның бірігуі 3, 4 сандары элементтер арқылы бірігеді екен. Төртінші А есеп. Жиындардың қиылысуының ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып, теңдіктерді жалғастырып жаз дейді. Яғни бізде берілген М, К жиыны, яғни жаңағы ауыстырымдылық қасиетті пайдаланамыз, сонда К, М жиынына тең екен. Ал терімділік қасиеті жақшаның ішінде М, К жиыны және Т жиыны тең болады М жақшаның ішінде К, Т жиынына. Бұл ауыстырымдылық, терімділік қасиет екен екіншісі. Төртінші Ә. М, К және Т жиындарының бірігуін ауыстырымдылық және терімділік қасиеттердің пайдаланып теңдіктер жаз дейді. Бұл жерде М, К тең К, М жиынына. Бұл жерде ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып тұрмыз. Екіншісінде жақшаның ішінде М, К жиыны және Т жиыны тең болады М жақшаның ішінде К, Т жиынына. Бұл терімділік қасиетін, жиындардың терімділік қасиетін пайдаланып тұрмыз. Бесіншісі, қалдықпен бөлуді орында және тексер. Бізде берілген 4328 бөлеміз 5-ке. 40, яғни 4 жетпегендіктен 43-тен аламыз 8, 8 жердегі 5-ім 40, 43-тен 40-тала азайтамыз, сонда 3 қалады. 3-ке 2-ні жанына қоямыз 32, 32-ның ішінде 5 6 рет кездеседі, 6 жердегі 5-ім 30, 32-ден 30-ды азайтамыз 2 қалады, 8-ді 2-ні жанына қоямыз 28, 28-дің ішінде 5 рет кездеседі, 5-ке 5-ті көбейтеміз, сонда 25, 28-ден 5 азайтқанда 3 болады. 4328-ді 5-ке бөлгенде 865 және 3 қалдық қалады екен. Дәл осы түрде келесі есептерді шығарып тексереміз. Тексеру үшін міне қараңыздар, 865-ке 5-ті көбейтеміз, сонда бізде 4325 шығады. Оған осы 3 қалдықты қосамыз, сонда 4328 шығады екен. Яғни есебіміз дұрыс деген сөз. Бұл 5-ші есептің жалғасы. Бізде 5-ші Ә есеп. Бұл жерде күнделікті шығарып жүрген баған түрінде бөлуге берілген есептер. Баған түрінде бөлуді шығарамыз. 6-шы есеп. Стадиондағы жүгіруге арналған жолдың ұзындығы 400 метр. Атлет 2 километр жолды жүгіріп өтуі тиіс. Ол неше айналым жүгіріп өтуі тиіс. Яғни А. Бізде S1 400 метрге, S2 2 километрге, айналым белгісіз. Шешуі 2 километр тең 2000 метр болады. 2000 метр бөлеміз 400 метр тең 5 айналым. Атлет 5 айналым жүгіріп өтуі тиіс екен. Екіншісі, спортшы 200 метр минутына жылдамдықпен жүгіреді. Ара қашықтықта жүгіріп өту үшін оған қанша уақыт қажет? Бізде жылдамдық белгілі 200 метр минутына, ара қашықтық 2 километр тең болады 2000 метр. Уақыт белгісіз. Уақытты табу үшін ара қашықтықтан жылдамдықты бөлеміз. 2000 бөлеміз 200, сонда 10 минут. Ара қашықтықты жүгіріп өту үшін оған 10 минут қажет екен. 7-ші есеп. Эйлер дөңгелегінің көмегімен скрипкашылар және музыканттар, көлік және ұшақ жиындарының қатынасын бейнеле дейді. Бізде А, В, С, Д жиындар берілген. А жиында музыканттар, В жиында скрипкашылар, С жиында ұшақ, Д жиында көлік дейді. Яғни біз жиындардың қатынасын табуымыз керек. Ол үшін жаңағы осы А, В жиынның қатынасы Р жиын жаңағы элементтер екен.
ал с жиындарының қатынасының элементтері ол ш. Және с жиындарының қатынасы ол а элемент екен. д жиындарының қатынасы л элемент екен. және жақшан ішінде д жиындарының қатынасы ол к екен. Міне қараңыздар. Осы жерде жазылып тұр. 8-ші есеп. Есептерді шығар. Қаладан ауылға дейінгі арақашықтық 30 километр. Жаяу жүргіншіге 6 км сағат орташа жылдамдықпен осы арақашықтықта жүгіріп өту үшін қанша уақыт қажет? Бізде жылдамдық арақашықтық 30 км, жылдамдық 6 км сағат, уақыт белгісіз. Уақыт табу үшін арақашықтықтан жылдамдықты бөлеміз. 30 км бөлеміз 6 км сағатына тең болады 5 сағат. 30 км жүгіріп өту үшін 5 сағат қажет екен. Бізде жылдамдық белгілі 600 км сағат. Ұшақ 600 км сағат орташа жылдамдықпен 4 сағат ұшты. Ол қанша арақашықтықта ұшып өтті дейді. Бізде жылдамдық 600 км сағат, уақыт 4 сағат, арақашықтық белгісіз. Арақашықтықты табу үшін жылдамдықпен уақытты көбейтеміз. 600 км сағатына көбейтеміз 4 сағат. Тең болады 2400 км. Ұшақ 2400 км арақашықтықты ұшып өткен екен. 9-ші есеп. Бір автокөлік тәулігіне ауаға шамамен 20 пайдаланылған газ шығарады. 8 автокөлік 10 тәулікте ауаға қанша килограмм пайдаланылған газ шығарады? Яғни бір автокөлік 20 килограмм тәулігіне, 8 автокөлік белгісіз, бірақ 10 тәулік. Енді есептейміз. Бір көбейтілген 20 килограмм тең 20 килограмм, бір авто бір тәулікте дейді. Яғни 8 автокөлік 20 килограммнан 160 килограмм, жаңағы 8 авто бір тәулікте 160 килограммнан шығарады екен. 160 килограммды 10-ға көбейтеміз, сонда 10 тәулікке 10 күнге көбейтеміз, сонда 1600 килограмм. 8 авто 10 тәулігіне 1600 газ шығарады екен. 10-ші есеп. Есепті Эйлер дөңгелегінің көмегімен шығар. Сыныпта 35 оқушы бар. Олардың әрқайсысы метро, автобус және троллейбус тәрізді қала көліктерінің жоқ дегенде бір түрін пайдаланады. 6 оқушы көліктің 3 түрінде пайдаланады. 5 оқушы метро мен автобусты, 13 оқушы метро мен троллейбусты, 9 оқушы троллейбус пен автобусты пайдаланады. Қанша оқушы көліктің тек бір түрін ғана пайдаланады? Барлығы 35 оқушы. Үшеуінде 6 оқушы. Үшеуінде пайдаланады. Метро және авто 15 оқушы, метро, троллейбус 13 оқушы, троллейбус, авто 6 оқушы. Яғни шешуі тек қана метро мен автобусқа мінетін оқушы саны табу үшін 15-тен азайтамыз 6-ны, сонда 9 болады. Тағы сол сияқты тек метро мен троллейбусқа 13-тен азайтамыз 6-ны 7 болады. Троллейбус пен автобусқа бір оқушысы мінеді. 9 қосылған 6, қосылған 7, қосылған 1. 23 оқушы. 35-тен 23-ті азайтамыз, сонда 12 оқушы қалады. Өрнек түрінде жазатын болсақ, 35 азайту, жақшан ішінде 9 қосу 6, қосу 7, қосу 1. Тең 12 болады. Көліктің тек бір түрін пайдаланатын оқушы саны 12 екен.